Сәлем достар, ұлыстың күні құтты болсын, ақмол болсын. Бүгін біз студиядан қалаға шығып, инвестиция туралы сұрақ жауап жасауды жөн көрдік. Сіздермен бірге Ерасыл Миразбек, бұл Жусан Инвест, ал біз бастаймыз. Айтелі, мысалға сізде $2000 бар дедік. Сіз оған жаңа iPhone аласыз ба, немесе болашақта табыс алып келетін Apple-дың акцияларын алушы едіңіз ба? Мен Apple-дың акцияларын алар едім. Не үшін? Себебі ақшамды көпейту маңызды деп ойлаймын. Менің ойымша Apple-дың продукциясы, то есть акциясы болсын, басқа продукциясы болсын, оны алмай, басқа да бір бөлек бір нишаға салатын едім өзінің ойым бойынша. Бірақ именно инвестициядан түскен ақшаға. Инвестициядан түскен ақшаға, егер инвестицияны, получается, мен оның алдында Apple-дың акциясын алсам, онда, то есть ақшаны дальше оборотқа жіберемін. Сол ақша оборотқа жіберілген сайын, адам деген мысалы, деньги должны быть твоими детьми дейді ғой. Деньги должны работать. Да. Ақша деген соған сізге жұмыс істейді, сөйтіп ақша табасыз. iPhone алатын едім. iPhone ба? Иә. Сіз акция ма? Жарайды. Шынымды айтсам, Apple-ның акциясында ондай қатты мен білімім жоқ, бірақ негізінде инвестиция жасар едім, шынымды айтсам. То и может Apple-дікі емес только вот осы дамып келатқан, осы енді шыққан осы компаниялардың нелерін, акцияларын алуға да болады. Анализ даналарын жасап қарайтын болсақ, акция жоғары өсетін болса, значит акцияны алуға болады. Сол кезде мысалы құйған ақшаңды акция көтерілген кезде қайтадан ақша қайтарып аласың. Дивидендтерге жаңа iPhone алса болады, иә? Сіз қалай ойлайсыз? Мен келсем жобарысқа. Ол акцияға ақша құйған деген өзіне бір жағынан болашаққа да қалай деп айтса болады, болашаққа да инвестиция құйғандай боласың ғой, сен iPhone аласың, ол ақшаң iPhone-ға кетеді, iPhone ұстайсың, келесіде жаңа iPhone шығады, оны алғың келеді, одан ешқандай плюс көрмейсің. Вот солай ойлаймын. Лучше инвестиция. Жұмыс істеп, мобилограф болып ақша тапатын болмаса. Apple-дың акциялары. Неге? Өйткені, мысалға, iPhone алған кезде, ол iPhone-ның 1-2 жылдың ішінде бағасы түсіп кетеді. Оны сатқан кезде сен минус ақшаны жоғалтасың. Ал мысалға Apple-дың акцияларын алған кезде 1-2 жылдың ішінде нарық өсіп, сен ақша аласың. Сол ақша мысалға $300, $500, $700 болуы мүмкін. Және дивиденд алса болады ғой. Иә. Сіздерге ұнайтын топ-5 компания? Любой компания? Любой, американдық, да. Американдық, басқа қазақстандық да болады. Қазір нарыққа егер жүгінсе, онда бірінші орында тұрған менің ойымша Dyson. Dyson мысалға қазір үлкен оборот жинап отыр нарықта. Екінші орынға қойсам, ол Apple. Үшінші орын бір машинаның маркасын айтсам болады, мысалы қазір Kia немесе Hyundai. Төртінші ол Coca-Cola. Бесінші, пусть будет KFC сияқты. KFC ма? Apple, McDonald's, компания Каспий банк Қазақстандағы, және КТЖ білсеңіздер. Не үшін КТЖ? КТЖ себебі бізде жолдың жағдайын жақсарту үшін КТЖ деп ойлаймын. Және соңғы, maybe Samsung. Көп рахмет. Анау жауап бересіз бірінші. Топ-5 IT компания, Microsoft. Мен көбінесе сол жақтарға ғана, то есть Facebook, көбінесе сондай компаниялар болады. Netflix және сондай сияқты. Мета компаниясы. Мета и Elon Musk'ның компаниясы, сол Tesla бар. Негізі компаниялар өте көп, IT жағында. Samsung, MI, Apple, Vivo, OnePlus. Сол, Tesla, Facebook. Осы болашақта өздеріңіздің зейнет ақыңызды қай жаққа жұмсайсыз? Зейнетақы. Қазір үй алуға болады, да. сосын шығарып медицина, одан кейін инвестиция. Мне кажется, болашақта тек қана зейнетақыға сүйенбей, өзінің доходың болу керек, ал зейнетақыны былай айтса, акция жүретін шығар, скорее всего.
иә сол ең дұрысы болады деп ойлаймын. Себебі егер сен жағдайың жақсы болса, сен мысалы үйге, мысалы жаңағы зейнетақын үйге, басқа жерге медицина қолданбайсың, себебі өзің ақшаң баршылық мысалы. Керемет. Сіздікі ойыңыз? Сол зейнет ақшамды, ну, наверное, неде ақша жинап, сол үй сатып алармын деймін да, даже, наверное. Мен негізі осы Қазақстанда қалың келіп жүр. Осы медицинский универді бітіріп, құдай қаласа ақша жинап, клиника ашып, сол клиникада бизнес жасағым келіп жүр. Сол құдай қаласа ақша түседі ғой, сол ақшаны алып, зейнетақы қорына ақша жиналады. Сол ақшаны сосын инвестицияға Русинвестке бергім келіп отыр. Сондай менде план. Thank you so much. Ақша салдыңыз инвестицияға. Ол ақшаңыз көбейді. Болашақта ол ақшаңызды қай жаққа жұмсар едіңіз? Өз бизнесімді немесе әкеме берер едім, себебі менің әкем осы салада көп біледі деп ойлаймын. Осы инвестициялар туралы және өзімнің бизнесімді ашар едім. Жаңағыдай iPhone алсаң болады, кейін қалғанын инвестиция берсең болады, сондай сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Мен білімге жұмсар едім. Білімге? Білімге. Ең үздік инвестиция өз біліміңе. Иә, соған келісемін. Сол тұрғыда мүмкін өзімнің специалистіме қатысты жаңа курстар өтемін бе, или мүмкін шетелге шығып оқуымды ұлғайтамын ба. Сондай жағдайлар. Мен болғанда Бәріне басыламын. жоқ, мен де біліме жұмсағым келеді. Жаңа MacBook сатып аламын. И MacBook уже ескіріп жатыр деп па. Жаңадан MacBook сатып аламын. Біз айтишникпіз, оқып жатқанбыз. И жаңадан курстарға, андай шетелден мықты курстар сатып алуға тырысамын. Әрине, жағдай жақсы болып жатса, біліме жұмсауға дайынмын. Қайта сол салаға қайтып саласың ғой, оның өзіне керек. Көбейте бересің, көбейте бересің ақшаны. Достар, бүгінге осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.